Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызыл капустадан өте ерекше дәмді, әрі әдемі болып дастарханыңыздың көркін ашып тұратын, әрі қою тағамдармен өте керемет үйлесетін жеңіл салат жасайтын боламыз. Барлық қоспаларды видео барысында айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен салатымызға қажетті барлық көкөністерімізді жақсылап салқын суда 2-3 қайтара жуып аламыз. Содан соң осылайша қызыл капустамызды жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Құрметті көрермен, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, видеоларымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де менің каналымда өте оңай рецепттер және де тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Тегін лайктарыңызды аямай басып, пікірлеріңізді жазып отыруды ұмытпаңыздар. Осылайша қызыл капустамыздың қажетті көлемін жіңішке ұзынша етіп турап алдық. Келесі кезекте сәбізімізді алып, осындай үккіштің көмегімен жіңішке бөлігімен ұзынша етіп өткізіп алатын боламыз. Сәбіздің салат жасаған кезінде ортасында соңында қатты бөлігі қалған жерін өткізудің қажеті жоқ. Тек сыртқы бөліктерін өткізіп шығамыз. Ішкі бөлігін басқа тағамдарға турап қосып жіберсеңіздер де болады. Сәбізімізді осылайша жіңішке етіп өткізіп алдық ұзынша бөлігінен. Келесі кезекте тәтті бұрыш, болгар бұрыштарын турап алатын боламыз. Қалауыңызша кез келген түрін қоссаңыздар болады, немесе салатыңызда әдемі көріну үшін осылайша барлық түстерін араластырып қоссаңыздар да болады. Болгар бұрышында осылай жіңішке ұзынша етіп турап алатын боламыз. Бұрыштарды осылайша турап алдық, майдалап, және де келесі кезекте сарымсағымызды алып, үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар да болады, немесе осылай майдалап турап қосатын боламыз. Келесі кезекте біз укроп саламыз. Укропты қалауыңызша көп немесе аз етіп қоссаңыздар да болады. Содан соң паприка саламыз, және де кішкене ғана қызыл ащы бұрыш саламыз. Содан соң міндетті түрде кориандр қосуды ұмытпаймыз. Кориандрды саламыз, және де дәміне қарай тұз салып, қатты ысып тұрған, қайнап тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап қолымызбен мұжып араластыратын боламыз. Бірден қыздар, осылайша үлкен ыдысқа салып алыңыздар. Менің ыдысым кішірек болған соң, мына жерде ыдысымды ауыстырып алдым. Осылайша қолымызбен жақсылап мұжып, жақсылап араластырып қоямыз. Қыздар, бұл салат дайын болғаннан соң міндетті түрде холодильникте 2-3 сағат тұруы қажет. Сол кезде дәмі де, иісі де өте керемет болып, бір-біріне приправалар сіңіп, өте дәмді болып тұрады. Сол үшін де алдын ала жасап, холодильникке салып қоямыз. Салатты міндетті түрде қолымызбен жақсылап мұжып араластырып аламыз. Неке қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Салатқа қажетті барлық приправаларды, қоспалардың барлығын описание бөлімінде міндетті түрде қалдыратын боламын. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Әсіресе қою тағаммен де, қонақ күтсеңіздер дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Холодильникте 2-3 сағатқа, немесе уақытыңыз жоқ болса 1 сағатқа кемінде салып алыңыз. Сол кезде өте керемет дәмі сіңіп, дәмді болып тұрады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікіріңізді қалдырып, каналымды қолдап, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға видеоны соңына дейін көріп, мені қолдағандарыңызға рахмет.